Енді Pygame-мен жұмысты біз графикалық примитивтерді, яғни түзу, төртбұрыш, шеңбер, эллипс секілді түрлі графикалық примитивті сызудан бастайық. Алдымен бізге түстер қажет болады. Pygame кітапханасында түстер RGB моделімен жұмыс жасайды. Яғни біз кортеж беруіміз керек. Біз кортеж 3 каналдан тұрады. Әр каналдың мәні 0 мен 255-дің арасында болады. Бұл RGB модель red, green, blue. Осы 3 каналдың қосындысынан тұрады. Яғни осы 3 түстің қосындысынан тұрады. Сондықтан біз бірнеше түстерді анықтап алайық. Мысалы, қара түс. Қара түс бұл 000. Бұл қара түсті білдіреді. Ақ түс 255, 255, 255. Бұл ақ түсті білдіреді. Енді осы аралықтағы, яғни 0 мен 255-дің арасындағы осы 3 каналдың қосындысы, яғни 3 түстің қосындысы бізде әртүрлі түстерді алуға мүмкіндік береді. Қызыл түс, жасыл түс, көк түс, сары түс, мысалы қою жасыл. Тағы басқа осындай түстің, кез келген түстің моделін ала беруге болады. Енді біз графикалық примитивтерді қолданып көрейік. Бізде Pygame Draft деген модул бар. Бұл модулдың ішінде бірнеше методтар бар. Line, AA-line, lines, polygon, rect, circle, ellipse, arc, доға. Енді осылардан жеке-жеке тоқталып мысалмен көретін болайық. Бірінші мысал бізде түзу сызық. Pygame. Түзу сызықты құру үшін бізде алдымен түсін беру керекпіз. Қызыл түс болсын. Және түзудің бастапқы нүктесі мен соңғы нүктесінің арақашықтығын беру керекпіз. То есть координатасын беру керекпіз. Және мына жерде міндетті емес тағы бір параметр бар, аргумент бар. Бұл түстің сызықтың қалыңдығы. Қараңыздар, мен қазір программаны қосып көремін. Ешқандай сызық жоқ. Себебі біз экранды жаңартқан жоқпыз. Яғни экранды жаңарту деген сөз, Pygame'де мынандай бір түсінік бар. Flip деген бар. Яғни flip деген сөз, мысалы біз экранда буферді қолданатын боламыз. Яғни буфер деген сөз памятті қолданатын боламыз. Біз экранға, яғни клиенттің емес қолданышы көріп тұрған экранға бірден сызбаймыз. Біз экранның артында тұрған, яғни буферді сызатын боламыз. Яғни Pygame'де бұл жерде буферлеу деген түсінік бар. Мысалы бізге A деген объектті сызу керек болатын болса, ал біз қазір экранға, яғни қолданушыға B деген әріп көрініп тұрған болса, біз A деген әріпті буферде, яғни экранның сыртқы жағында сызып аламыз. Сөйтеміз де оны біз төңкереміз. Сол кезде біздің объектіміз шығады. Яғни бұл не үшін жасалған? Егер қолданушының көзінше объектілерді сызатын болса, ол қолданушыға білініп қалады. Яғни ол қолданушының көзіне білініп қалады. Сол үшін біз экранның сыртына сызып аламыз. Pygame, display, flip. Тағы да программаны қосып көрейік. Ана қара сызылды. Яғни біз экранды алдымен сызып алдық буферде, одан кейін істедік, экранды төңкердік. Енді біз құрған бетте, яғни surface объектісінде fill деген метод бар. Бұл метод экранды бояйды. Ақ түспен бояйын. Потом ол ақ түстің үстіне мен сызықты сызамын, қызыл түсте. Және оны мен төңкеріп экранды көрсетемін. Енді бұл flip методы бүкіл экранды сызып
оны төңкереді. Енді бұның орнына көбінесе update деген метод қолданылады. Update. Мен де осыны қолданатын боламын. Мына жерде басқа бір объект болады. Мысалы, rect объектісін беруге болады. Бұл update методы, бұл update методының ішінде де flip методы қолданылады. Бірақ бұл update методының ерекшелігі, біз бүкіл экранды емес, экранның бір бөлігін апдейт жасауға мүмкіндік туғызады. Сондықтан біз апдейтті қолдану арқылы оның ішінде флипті де қолданамыз. Сондықтан бұл апдейт методы өте икемді. Жұмысымыздың арғы бөлігінде біз арғы апдейт методын қолданатын боламыз. Программаны қайтып іске қосып көрейік. Бізде келесі метод бұл тегістелген сызықтар. Pygame, draw, lines. Line просто. Қайда сызуымыз керек біз? Display surface'ке. Давайте түсін рет қылай берейін. Давайте 10-нан басталсын. Қай жерге түсамыз? 50-де 50 бола берсін. Және мына жерге сызықтың қалыңдығын біз уже бере алмаймыз. Біз ол қанша берсек те, 5 берсек те ол 1 болып саналады. Салыстырып көрейік. Біздің экранымызда көрінбей қалды әрине. Қосарланып кетті. Давайте сәл төмен түсірейін. 50 болсын. Мынау сызық. Давайте сызықты сәл үлкейтейін мен. 100 болсын. Мынау да 100 болсын. 50-ге шейін көрейік. Айырмашылығын көріп тұрсыздар, бірінші жағдайда бізде тегіс емес. Ал екінші жағдайда бізде аздап тегістеген. Енді мынаның қалыңдығын 3 деп беріп көрейік. 3. Бірақ бәрібір ол 1-ді қабылдайды. Бізде келесі lines. Бұл сынық сызықтарын. Pygame, draw, lines. Тағы да сол қай экранға сызатымызды, қай бетке сызатымызды көрсетеміз. Қызыл түсті бере берейін әзірге. Және бұл жерде сызықтардың тізімін беру керекпін. Яғни нүктенің координаттарын. Мысалы, 10-да жарайды, green деп көрейін. Green. 10-да 10-нан басталсын. 80-де 50 болсын. 50-де мысалы 80 болсын. Және түзудің мына жерде қалыңдығын беруге болады. Мысалы 3 деп көрейік. Тура осыған ұқсас. lines деген бар. Бұны да жасыл түспен бояй берейін. Енді координатасын аздап өзгертеміз. Бұл мысалы қайда барсын? Бұл мысалы 200-ден 100-ге дейін барсын. Және мынау 50-ден 100-ге дейін барсын. Көрейік. Мынау сызық болды. Анық көріну үшін түсін өзгертейін. Мына жерде green емес, blue қылайық. Міне. Егер біз мына жерде false қылатын болсақ, ол тұйықталмайды. True бізге не істейді? Тұйықтап береді. Келесі фигура бізде полигон. Полигонда тура осы линияға ұқсайды. Оны қалдыра салайық. Rect керек, circle, ellipse осылар көрейік. Rect. G қолданылады тіктөртбұрыш сызу үшін. Pygame, draw, rect. Жасыл түспен бояйық. Бұның координатасы қай жерден басталу керек? Яғни жоғары жақтағы, сол жақтағы бұрышының, яғни төбесінің координатасы керек. Мысалы 400-де 400 деп көрейін. Және келесі бұл ені мен биіктігі, яғни ұзындығы. Егер мен қазір осылай программаны қосатын болсам, экранның сыртынан шығып кетті әрине. Давай, биіктігін біз 200 қылайық. Міне, бізге
толтырып береді ішін бояумен. Егер мен қазір мына жерге тағы бір аргумент беретін болсам, допустим 4 деп, онда сыртқы сызығының қалыңдығын көрсетеді. Келесі фигура бізде шеңбер. Шеңберді де circle. Қай бетке сызамыз, соны көрсетеміз. Түсін көрсетейік. Давай yellow'ды қолданайық, yellow. Центрдің координатасын көрсетеміз. Давай window тура ортасынан сызайық. Window height. Және радиустың ұзындығын көрсетеміз. Мысалы 100. 100. Ал егер біз мына жерге тағы қосымша бір аргумент беретін болсақ, мысалы 2 деп беретін болсақ, онда ішін толтырмайды. 2 деген мынау сызықтың қалыңдығын көрсетеді. Келесі фигура бізде эллипс. Эллипс деген шеңберге ұқсайды, бірақ бұл бір төртбұрыштың ішінде орналасқан деп санайды. Қай бетке сызуымыз керек көрсетеміз. Yellow көрсетейін. Енді мына жерде төртбұрыштың координатасын беру керек біз. Яғни төртбұрыштың, себебі төртбұрыштың ішінде деп саналады. Төртбұрыштың сол жақ және жоғарғы нүктесінің координатасын көрсету керек біз. Мысалы 100-де 200 деп көрсетейін. Ұзындығы 100 болсын, ені 100 болсын. Яғни бұл жер квадрат болып тұр, көрейік. Міне. Квадрат болып тұр, себебі сырты квадрат болғандықтан бұл таза шеңбер болып тұр. Енді мен қазір оны ұзындығын аздап өзгертемін. Енің мысалы 200 алайын. Және бізде не қылды? Сопайды. Себебі ені созылды. Әрине, егер мен қазір мына жерге тағы бір қосымша аргумент беретін болсам, мысалы 3 деп беретін болсам, ол кәдімгідей ішкі бояуды алып тастайды. Келесісі фигура бізде доға. Бұл жерде эллипске ұқсайды, немесе шеңберге ұқсайды. Бетті көрсетеміз. Қызыл түске бояйын. Тура эллипске ұқсатамыз бұнда да. Онда 100 болсын. Мысалы 100-де 50 бола қойсын. Енді қай жерден қайда қысқартатын боламыз? Мысалы, давайте пи деп бір құрып алайын. Пи мысалы 3-те 14, 15. Пидан тексеріп көрейік. Пидан пи2-ге дейін. Яғни қай бұрыштан қай бұрышқа дейін. Мысалы 0-ден пи2 деп көрейік. Нөлден пи2-ге дейін сызды. Мысалы 0-ден пиға дейін. 0-ден пиға дейін сызып тұр. Түсінікті ғой, мысалы маған сызу керек пи2-ден 0-ге дейін болсын. Пи2-ден 0-ге дейін сызып берді. Негізгі графикалық примитивтер осылар.